Assalamu alaikum arдақты ағайын. Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Біз қазір үлкен ұлым 12-ші класты бітіріп, мектепті бітіріп, енді бұдан ары қарай бакалаврға түсу керек. Яғни түсіп кеткен негізі. Колледжге бағдарламашыға, компьютерлік бағдарламашы. Соның қазір сертификаттарын салтанат түрде тапсыру рәсіміне қатысып отырмыз бәріміз. Үздік оқушылар ана жерде отыр. Қалған бәрі ана жерде отыр. Енді мен балам үздіктердің ішіне кіруге уақыты болмады, себебі біз осында келгенде бірақ жыл оқытта осы мектепте. Негізі 9-шы, 10-шы, 11-шы, 12-ші сыныпта оқыған болса, осы мектепте онда жоғарғы бағаларды алып, жоғары нәтижені көрсетіп қыштауға болар еді, бірақ қазір ондай талап қоя алмаймыз, өйткені бір ғана жыл оқыған осында, енді бітіріп жатыр. Арасында отырмын оқушылардың. Ал ана жақта ата-аналар, туысқандар, біз мына жақта отырмыз. Мінекей, отбасымызбен келгенбіз. Енді арасында көрсетіп мына спорт залды қарасаңыз, кәдімгідей үлкен стадион сияқты бүкіл құралдары бар, электроникалық экрандары бар. Мінекей мына баскетболдың құралдарын қараңыз. Керек бір нәрсе. Дұрыстап жабдықталған, негізі жақсы дене шынықтыру зал деп ойлаймын. Бұндайды көрген емеспіз ғой. Міне жалпы қарапайым мектеп бір. Бай мемлекет десе бай екен ғой, осыдан танисың бай екен. Жарығы да мықты, көрдіңіз бе бәрі аны? Теледидардан келіп түсірсекте жеткілікті жарық. Арнамда қалыңыздар.